Барлығына сәлем достар. Бүгін сіздер 10 тест арнасындасыздар. Менің арныма қош келдіңіздер. Және де бүгін біз химия пәні бойынша 7 сынып 4 тоқсанның 90-дық жиынтық бағалауын бірге шешетін боламыз. Алдымен видео басталмас бұрын үнемі іздеу жүйесіне 10 тест арнасын іздеп арнаға жазылып, лайк басып, пікірге ой жіберіп, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Және де жаңа видео сабақтарды бірінші көру үшін тіркелуді де ұмытпаңыз. Онда біз бүгінгі тақырыбымызда, сабағымызда осы 90-дық жиынтық бағалауды бірге қарастыратын боламыз. Дәл осы видеоның соңында бүгінгі видео арқылы өздеріңіздің тәжірибелеріңізге толығымен дайын болатындарыңызға мен сенемін. Онда бастайық. Бірінші, жер астынан балқып шыққан заттардан пайда болатын тау жыныстарының түрлерін көрсетіңіз. Бірінші бізге көптеген жауаптар берген екен. Шөгінді тау жыныстары, магмалық тау жыныстары, метаморфтық тау жыныстары және жер қабатын құрайтын тау жыныстары. Бұл жерде бізде дұрыс жауап В жауабына сәйкес келеді. Екінші, макроэлементті құрайтын элементтердің қатарларын көрсетіңіз. Бізде бұл жерде көптеген көрсеткен. Бұл жерде Б варианты калий, фосфор, кальций, фосфор, калий және де магний, және де одан кейін тағы да келетіні Е жауабы да келеді. Калий және де хлор, күкірт және де натрий. Енді ары қарай біз үшінші сұрағымызға келейік. Үшінші біздің тапсырмамызда берілген тұжырымдарды макроэлементке және микроэлементке қатысты ажыратып плюс белгісін қойыңыз. Біріншіден бізде сүйектің негізгі құраушысы бөліктері фосфор және кальций элементтері. Бізде бұл жерде макроэлементті белгілейміз. Одан кейін оттекті тасымалдаушы нәруыздардың құрам бөлігі гемоглобин, темір элементі. Енді бұл жерде микроэлемент бұған сәйкес келеді. Әрі үшіншісі қалқын безде жинақталатын элемент. Бізде бұл макроэлементке сәйкес келеді. Және де адам денесі массасының шамамен 96%-ын көміртек, оттек, сутек, азот элементтері құрайды. Ал бұл жерде бізде макроэлементтер бұл қызметті атқарады. Одан кейін гемоглобин түзуге қатысатын элемент, яғни бұл жердегі көріп тұрғанымыз купрум мыс, ол микроэлементке жатады. Және де соңғысы калий, фосфор, кальций, фосфор, калий элементтері нәруыздің, майлардың, көмірсулардың құрамына кіреді. Бұл бізде макроэлементке жатады. Яғни бізде біріншіге 1, 4, 6 кіретін болса, екіншіге 2, 3, 5 кіреді екен. Енді төртінші тапсырмада күрделі ағзалық заттардың адам ағзасындағы қасиеттеріне байланысты мәтіндегі бос орындарға қажетті сөздерді жазыңыз деді. Біз бұл жерде былай толтырайық. Адам ағзасына күнделікті тағаммен бірге күрделі көмірсу. Бұл жерде осылардың біреуін таңдауымыз керек. Біз былай жазамыз. Біріншіге крахмал, ірі қарапайым көмірсулар, глюкоза және фруктоза келіп тұрады. Адам ағзасында нәруыз жеткіліксіз болатын болса, онда көмірсу мен майлардың алмасу процесі бұзылады.
одан кейін бізде 5-ші тапсырмада тағамдардың суреті бойынша олардың құрамындағы негізгі ағзалық заттардың аттарын бос орындарға жазыңыз. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, бірінші нәрсе көмірсу және де май нәруыз екендігін біз бөліп алуымыз керек. Әлбетте, бұл жерде біз бұны майға жатқызамыз және де бұны көмірсуға және бұны нәруызға жатқызамыз. Мұнда түсінікті болса, көмірсуларды көп мөлшерде пайдалану адам ағзасында қандай өзгеріс туындатады? Бір мысал келтіріңіз. Бұл жерде артық салмақ. Әлбетте, егер де біз нан өнімдерін және де тағы да басқаны шамадан тыс жейтін болсақ, олар көмірсуға жатады, артық салмақ әлбетте пайда болады. Және 6-шы тапсырмада пайдалы қазбалар, олардың түрлері және алынатын өнімдер туралы бос орындарды толтырып жазыңыз. Бұл жерде бізге осындай кесте берілген екен. Осы кестені енді бірге толтырайық. Бұл жерде алынатын өнімдер әшекей бұйымдар, ұшақ, шойын, болат өндіру болса, онда бізде түрлері да жазамыз. Алтын, алюминий және де одан кейін темір. Ал екіншіде бұл жерде бізге берілгені бойынша мұнай, табиғи газ, көмір және де оның Қазақстандағы пайдалы қазба, ол қандай пайдалы қазба екеніне мысал келтіруіміз керек. Бұл жерде ол жанғыш. Жанғыш пайдалы қазба, ал одан алынатын өнім оны отын ретінде. Пайдаланамыз. Және де ең соңғысы, бұл жерде бізде кенсіз пайдалы қазбалар, осындай күнделікті тамаққа пайдаланатын заттар деген секілді берілген екен. Ал бұлар әлбетте ас тұзын мысалға келтірсек болады. Және де одан кейін асбестті келтіреміз. Және де фосфоритті де мысалға келтірсек болады. Одан кейін 7-ші тапсырмамызда кестеде кенді өңдеп металдарды алу үдерісінің сипаттамасы берілген сипаттамаға қарап үдерістерді анықтап кестеге жазыңыз дейді. Бірінші үдеріс сипаттамасы кенді жер қыртысынан қазып алу үдерісі. Бұл үдерісті біз өндіру деп атаймыз. Өндіру. Тау жыныстарынан пайдалы минералды бөліп алу үдерісін біз майдалау деп атаймыз. Ал ірі кесектерді белгілі бір мөлшерге дейін жеткізу. Ой, кешіріңіздер. Біз бұл жерде қателесіп кетіппін. Бұл жерде біз бұны байыту, кейін барып майдалау, және де кейін
тазалау және де пешендеу. Кешіресіздер иә, ондай кішігірім қатемізді бармыз, пендеміз, адамбыз, ондайларымыз болып тұрады. Енді келесі мынандай тапсырма бар екен. Біз таза металдарды алтын, күміс ғана қолданбаймыз, сонымен қатар металдардың құймаларын да қолданамыз. Олардан адам тіршілігіне қажетті әртүрлі бұйымдар дайындаймыз. Берілген құймаларды түрлері және жасалатын бұйымдармен сәйкестендіріңіз. Бізде бұл жерде былай сәйкестендіре аламыз. Қараңыздар, темір құймасы шойын және болатпен сәйкестендіреміз. Оны ұшақ және балтамен сәйкестендірсек болады. Ал одан кейін мыстың құймасын мынаған сәйкестендіреміз. Кейін бұл жерде мельхиорды мынаумен және де қоланы осылай. Осы ереже арқылы былай бір-бірімен сәйкестендіріп шығыңыздар, иә. Енді бұдан кейін бізде 8-ші тапсырмада берілген екен. 8-ші тапсырмада табиғи ресурстарды қалпына келетін және келмейтін деп ажыратамыз. Қалпына келмейтін ресурстарға мысал келтіріңіз. Қалпына келмеуінің бір себебін ұсыныңыз. Бізде қалпына келмейтіндерге пайдалы қазбаларды жатқызамыз. Пайдалы қазбаларды жатқыза аламыз. Ал олар неліктен қалпына келмейді? Оған әлбетте бірнеше жауап бар, бірақ та оның жауабын біз бере аламыз. Себебі, қараңыздар, жаңа жаздық қоябыз. Қайттан жазбай қояйын. Себебі ұзақ геологиялық кезеңде пайда болған үнемдемесе сарқылады. Және де қалпына келетін ресурстарды да мысалға келтіріп өтейік. Бұл жерде қалпына келетін ресурстарға біз мынандай дүниелерді жатқыза аламыз. Мысалға, топырақ, фауна мен флора. Ал олар неліктен қалпына келеді? Олардың қалпына келу себебі табиғи процестің нәтижесінде болмаса тірі ағзалардың өніп өсуінің нәтижесінде
келеді. Тез арада бола алады. Неге жалпы бүгін осындай дүниелерді қарастырдық және еске сабақ іске пайдалы болды ма, және де осындай пікірлеріңізді төменге жазып кетсеңіздер қуанып қаламыз. Әрі біздің жаңа видеоларымызды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрі біз сіздерге еске саламын, мен жазда да сіздерге үнемі түрлі қызықты пайдалы ақпараттарды салып отырамын, сондықтан да тіркеліп қойыңыздар. Бұл 490-мен біздің YouTube каналымыздың тарихы бітіп қалмайды. Онда ештеңеден қорқалмас үшін тіркеліңіздер, және де осы дәл соңында көрген үшін сізді мақтағым келеді. Жарайсыз, барлығы көре бермейді, және де бүгін сіз үшін сәтті күн тіледім. Кеш болсаңыз, сізге қайырлы түн деймін. Сау болыңыз.